Енді жорықтарға оралайық. Шыңғысхан жалпы Қазақстан аумағына 150 мың адаммен жорыққа аттанды. Бұл кісі, жалпы бұл кісі монғолдар өздерінің жаңа күштерін бөлді. Өзінің негізгі тарихта қалған 4 баласы бар. Бұдан да көп баласы бар дейді, бірақ тарихта қалған 4 баласы бар. Сол бірінші әйелі бөртеден жалпы тараған. Олар бізде Жошы, Шағатай, Үгедей және Төле. Кет дегендеше. Шағатай мен Үгедей екеуіне Отырар қаласын қоршауды тапсырады. Отырарды сендер басып алуларың керек дейді. Одан кейін Жошы бастаған басқа бөлік ол Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы қалаларды басып алу туралы тапсырма беріледі. Ал өзі негізгі әскерімен Бұхара қаласына барып, сол аумақты жаулап алуға тырысады екен. Енді бұл кісі бірінші соғысқа сылтау іздейді. Өйткені сен біреуге өзіңмен өзің соғыс аша салу өте қиын. Өйткені өзге мемлекеттер реакция білдіріп, Шыңғысханға қарсы шығуы мүмкін. Сол себепті бұл сылтау іздеді. Мысалы, бірінші дүниежүзілік соғыста да кезінде Герцог Франц Фердинандты да өлтіріп, сосын Сараево қаласында өліп, Сербия бір-біріне соғыс ашты ғой, сен мынаны өлтірдің деп. Міне бұл кісі сылтау іздеді. Былай істеді бұл кісі. 500 түйеден және 450 адамнан тұратын сауда керуендерін сол Қазақстанға Отырарға қалай жіберді. Сөйтіп жіберген кезінде Отырардың билеушісі Қайырханға мынандай хабар түсті. Анау келе жатқан керуеннің ішінде жендеттер бар, қарақшылар бар, жедел түрде ұстау керек деді. Сосын барды Қайырхан осының бәрін өлтірді, сауда керуендерін бәрін қырды. Шыңғысханның күтіп отқаны сол, бұл кісі соны күтіп отыр, менің сол керуендеріме тиіссе екен деп. Бітті, сен мен керуеніме тиістің, мен сені аямаймын, қырып жоямын деді. Барды, бұл кісі екеуі соғысты. Сөйтті де талап етті Қайырханнан. Қала мемлекеттің берілуін талап етті, бірақ Шыңғысханға Қайырхан беріле салған жоқ. Осылайша бұл оқиға жаңағыдай Отырар қаласының жаулап алыну процесін бастады. Сөйтіп, осы Отырар қаласына Отырар опаты деген атпен соғыс сол кезеңде жарияланды. Отырар опаты деп бізде жалпы тарихымызда айтып кеткен екен. Шыңғысханның соғыс жариялауына сылтау деп көрсетілген екен. Сылтау болды бұл кісі. Одан кейін билеуші Қайырханның басқаруындағы қала оны ерлікпен қорғады. 6 ай бойы Отырарды ала алмау, 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады деп Мұхтар Шахановтың жалпы өлеңі де бар ғой. Міне сол оқиға осы кезеңде жалпы сипатталып кеткен екен. Енді 6 ай бойы берілген жоқ, Отырар қаласы. Енді оны кім ашып берді Отырардың қақпасын? Қараша Хажип дейтін кісінің жалпы сатқындығымен осы қаланың қақпасын ашып берді. Шыңғысхан басып кіріп, Қайырханға жаңағыдай аузына қорғасын құйып өлтірді дейді. Сосын анау Қараша Хажипке де сен өзіңнің бастығыңды сатып кеттің, сен де мені сатып кетуі мүмкін деп онты өлтіріп тастаған екен. Сол себепте бұл нәрседен біз мынандай бір ой түюіміз керек. Жалпы адамдар, біреуді лақтырып кеткен адам, екінші адамды да өзінің жақын досын лақтырып кетуі де ықтималдылығы өте жоғары. Өйткені мынандай бір нақыл сөз бар екен. Адам өзінің досымен орташа дос болу керек. Өйткені бір күні ол сенің жауың болып шығуы мүмкін.